Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, оқырмандар. Бүгінгі тақырыпта женщин фертильного возраста. Туу жасындағы әйелдер бақылау, жүргізу, отчеттарын шығару деген сияқты. Ең бірінші біз ол үшін профилактика кіреміз. Туу жасындағы әйелдер 92-ші бұйрық бойынша жүргізіледі. Ол жерде өзі білесіздер 5 топқа бөлінеді. Осы 5 топтың подгруппалары бар. Әйелімізді жоспарлап 5 топ өзі автоматически база бөліп тұр, 5 топты. Подгруппасынан белгілейміз. Подгруппасы шыққаннан кейін барып, уже біз ары қарай жүргізетін жоспарларымызды дайындаймыз. Предгвадиаграмманы өткіземіз А топтарындағы әйелерге, немесе планирование семьи деген сияқты басқа да нәрселерімізді жүргізу үшін. Ең бірінші мына жерде модульға кіргеннен кейін профилактика кіреміз. Профилактика состояние до учет. Осының ішінде журнал фертильный возраст, динамический наблюдение тұру. Осыған басып кіресіздер. Кіргеннен кейін өзіңіздің ең бірінші аймағыңызда неше туу жасындағы әйел бар, және оның нешеуі топтарға бөлінеді. Мысалға, базада мына жерде өзімізде 5 топ бар, білесіздер. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші топ. Бірінші топ абсолютно здоровые женщины. Кіміз бұл 5 топты өзі анықтап, өзі ашады. Неге? Өйткені ешқандай да диспансерный есепте тұрмаған әйелдерді ол бірінші группаға береді. Терапевтический диагнозы бар адамдар болса әйелдер, оларды екінші топқа береді. Терапевтический диагноздар ол артериальный гипертензия болуы мүмкін, ишемия болуы мүмкін, сахарный диабет, ревматоидный артрит деген сияқты барлықта МКВ-10 бар. Тек қана терапиялық ауруларға кіретін диспансерный есептер осы екінші топқа кіреді. Үшінші топқа бұл тек қана женскийдан есепте тұратын әйелдер кіреді. Гинекологический заболеваниясы бар әйелдер үшінші топқа кіреді. Енді алдағы уақытта айтайық, 2Т, үшінші группа уже Г болады. Т это терапевтические заболевания, үшінші топ гинекологический. А вот төртінші топқа, группаға база өзі Т плюс Г. Терапевтиялық және гинекологиялық аурулар бар, екеуісімен де есепте тұратын әйелдерді автоматом 4-ші группаға алады өзі. База өзі реттеп береді. Сіздер бұл группаға өзіңіз қолмен бөліп, қосып, немесе мына жерден плюспен қосып, бұл 4 группаны жасай алмайсыздар. Неге? Потому что диспансер есепте тұратын әйелдеріңізді база өзі бөліп береді. А вот именно 5-ші топты оны плюс деп осы жерден қоса аласыздар. Өйткені ол әлеуметтік жағдайларына байланысты өзінің осы 92-ші приказды оқысаңыздар, ішінде айтылған, қандай әлеуметтік жағдайдағы қандай топ әйелдер осы топқа кіреді. Олар енді білмейді ол база, кімнің отбасылық жағдайы қандай екен. Әлеуметтік топқа қауіп қатер топтары. Көп балалы ана болуы мүмкін, жалғызбасты ана болуы мүмкін, басқа да бір жағдай, өзінің әлеуметтік қауіп қатер тобы деп айтылған. Өзіңіз енді өзіңіз аймағыңызды білесіз, кім қауіп қатер тобына кіреді әлеуметтік, соны осы группаға плюс деп қосасыз. Енді сіздер бұны алғаннан кейін база өзі бөліп берді. Қолыңыздағы журналға қараңыз, сіз өзіңіз жазып отырсыз ғой, перепись. Менде 2Б-да осындай әйел бар деп. Бірінші группадан бастайсақ, бірінші топта менде мысалға мына жерде участокты алайық. Бірінші участокты алайық, выборочный. Бірінші топта менде айтады 129 әйел бар деп. Сверте, сіздің дәптеріңізде, журналыңызда жазылған сонда 129 әйел ма, жоқ па? Бар 129 әйеліңіз. Соны енді подгруппасын қарайсыз. А тобы, значит, биыл жүктілікті жоспарлаған әйелдер. 12 әйел жоспарлапты жүктілікті, және Б тобына ол уже биыл жүктілікті жоспарламаған әйел. Бұл жерде 117 дейді, значит, екеусі дұрыс. Жаңағы А тобындағы, Б тобындағы әйелдерді қоссақ, мына X пен өшіріп тастап, именно бірінші топты іздеген кездегі общий числоға сәйкес келсе, ол кезде ол уже сіз дұрыс жоспарлап бөліп тұрсыз деген сөз. Кейбір жағдайда бірінші А топта 10 әйел, бірінші Б топта 20 әйел, 30 әйел тұрады, а подгруппасын өшіріп тастап қарасаңыз, бірінші топта 120 әйел тұрады. Бірақ сіз 30 әйелді жоспарлағансыз. Үстінде қалған 100 әйеліңіз жоспарсыз қалып қойып тұр. Енді сіз оны предгвадиаграммаға өткізу үшін, немесе фертильный возраст бойынша тексеру үшін, диспансеризация жасау үшін, учет без онкологии.
Ол кезде салып жатсыз, анализге салып жатсыз, жүрмейді, отчетыңызға шықпайды, ол жаңағы жасаған жұмыстарыңыз отчетқа берілмейді, КМС өзі қарап отыр ғой. Одан кейін осы именно осы пункцияға предводиограммаға, антенатальныйға қазір ақша бөлініп тұр осы емес арқылы да. Біз ол ақшаны игеріп, әйелдерді жақсы дұрыс тексеріп, оларға да плюс, сіздерге де плюс болу үшін да. Енді подгруппаға бөлінбеген әйелдерді қанша анализге, қанша мамандарға направить етсеңіздер да, сіздер я ақшасын игере алмайсыздар, я планды орындай алмайсыздар. Не үшін? Вот сіздер группасын, подгруппасын дұрыс бөлмегенсіздер. Бірінші осылай жоспарлап аласыздар. Екінші топты да, үшінші, төртінші топты да осылай белгілейсіздер. Именно екінші топ, барлық үш топта, төрт топта А, Б деген группалар бар. Значит, бірінші топ здоровые женщины, бірінші подгруппа Асымен, ол, значит, дені сау, биылға жүктілікті жоспарлаған әйелдер. Бірінші Б топ, значит, абсолютно здоровые женщины, биылға жүктілікті жоспарламаған әйелдер. Екінші топта терапевтический диагнозы бар, диспансерный есепте тұратын А тобына кірсе, биылға осы әйелдер жүктілікті жоспарлап тұр. Б тобы жүктілікті жоспарламаған. Именно осы екінші топта үшінші подгруппа бар, В деген. Жүктілік абсолютно противопоказано. Туу мүлде оған қарсы көрсетілім. Тууға болмайды деген сөз. Қарсы көрсетілімдері көп. Оған енді ВКК шешім шығарып, терапевтпен ойласып, тарбуны мамамен шешіліп, сөйтіп барып екінші В тобына алынады әйелдер. Енді үшінші топқа гинекологиялық аурулары бар әйелдер кіріп тұр, и Асы жоспарлаған, Б'сі жоспарламаған. Барлығында да осындай болады. И төртінші топта терапевтический плюс гинекологический заболеваниясы бар. А тобы биыл жоспарлап тұр жүктілікті, Б тобы жоқ жүктілікті жоспарлап тұрған жоқ. А бесінші топта ол подгруппа жоқ. Ол уже барлығында 100% ВМС немесе контрацепция салыну керек. Ол әйелдер биыл осы топтың ішінде жүрген әйелдер уже жүктілікке босанбайды деген әйелдер кіреді да. Енді сіз подгруппаға бөлгеннен кейін А, Б деп. Енді қарайсыздар. Мысалға, ана жерде әйел қай группаға кіреді екен қарайық. Первая Б, значит, биылға бұл әйел жүктілікті жоспарламаған деп бөлген. Именно осының үстін көгертіп аласыздар, жасылға боласыздар. Редактировать ручка басасыздар. Ручка басқаннан кейін сіздерге жаңа бет ашылады. Жаңа бет ашқаннан кейін осы жерде сіз осы әйел туралы информация жазуыңыз керек. Первая группа, подгруппасы Б екен. Паритет родов. Неше рет ол кісі жүкті болды? Босанды да? 4 рет па, 3 рет па, соны жазасыз. Потом количество живых детей. Мысалға 5 рет жүкті болып көтерді, бірақ та 5 бөпесі де бар. Немесе 5 рет жүкті болып көтерді, 6 бөпесі бар. Неге 6? Потому что екінші соңғы жүктілігінде ол двойняшки. Немесе 5 рет көтерді, 4 бөпесі бар. Біреусін түсіріп алды, немесе басқа да бір жағдайлармен өкінішке орай. Потом, на жерде, кто зарегистрировал, кто поставил на учет, міндетті түрде жазылу керек. Потом, ортасына на көк сызық жазу тұр. Указать дополнительную информацию. Сіз міндетті түрде осыған кіруіңіз керек. Екінші Б тобына кіріп тұрма әйеліңіз, значит, бұл әйелде контрацепция болу керек. Өйткені ол биылға мен жүкті болмаймын, мен босанбаймын деп сол группаға кіргізіп тұрсыз ғой, әйелмен собеседование жасадыңыз. Биылға ол жүктілікті жоспарлаған жоқ. Значит, сіз предлагаете ему контрацепцию. Оның ішіне не кіреді? ВМС кіреді, барьерный кіреді, презерватив бересіздер, бесплатно қазір бар ғой. Осы қайсысы менопауза болуы мүмкін әйелде да. Болмаса отказ жасайды от контрацепции, стерилизация жасалған әйел болуы мүмкін. Вирго бердім дейді, немесе басқа жағдайлармен бала емізеді деген сияқты да. Міндетті түрде осы спираль таңдайсыз. Мысалға гормональный дәрі ішеді, болмаса внутриматочный спираль, бүгін салдыңыз ба, бүгіннен бастап жазасыз. Бір апта бұрын салдыңыз ба, бір апта бұрынғысын жазып сохранить етесіз. Мысалға мына әйелге уже ВМС салдық деп тұр. Енді через какое-то время, немесе через год бұл әйел уже енді келесі жылы да, мен туамын жоспарларыңыз, собеседование өткізіңіз, әйелмен сөйлестіңіз. Сізге приемға келеді ғой, жылына бір рет диспансеризацияны жүргізесіз. Әйел биыл тууды жоспарлады. Значит, редактировать кнопкасын басасыз, и әйелден сіз спиралін алып тастайсыз. Міне 15 күні салынды, и салынған күні алға қарай қояйын, чтобы снять да. Бір ай бұрын салдық, немесе бір жыл бұрын салдық, и осы числомен әйелден жаңағы спираль алып тастадық. Дата начала, дата окончания.
дата начала тұрса, значит, у нее уже имеется контрацепция. Ол уже жоспарлап атса, міндетті түрде окончание мына жерге жазылу керек. Не үшін? Потому что сіз атобына қойып әйелді, бірақ та оны контрацепциясын әлі удалять етпей жүруіңізге болмайды ғой. Өйткені ол әйел уже жүктілікті жоспарлап атыр. Осы картадан бастап сіз түзеуіңіз керек. ВМС-тің полностью жаңа контрацепцияның отчетін алу үшін сіз әрбір әйеліңізге именно Б топтарына кіріп контрацепция қойып шығуыңыз керек. Егер болса. Енді бұрында кімеске енгізбеген шығарсыздар, бірақ у вас имеется журналы, сол жерге бір жерге жазып атсыздар ғой. Өйткені бесплатный спираль келеді, презерватив келеді, таратасыздар, бересіздер деген сияқты. Ол где-то бір жерге міндетті түрде жазып аласыздар. Білеміз ғой, өзіміз жазып аламыз черновикке хотя бы. Ол кімеске түспегенмен де. Енді кімеске осылай түсіріп шығасыздар оны. Егер ошибочно жасап қойсаңыздар, аласыздар мына жерде X-пен өшіріп тастайсыздар, и все. Мен бұл жерге ВМС салдым, чтобы просто сіздерге көрсету үшін. Енді бұл әйел А группасына кірсе де, Б группасына кірсе де, жылына бір рет гинекологтан, бір рет терапевт өзіңіздің аймақ дәрігеріңізден тексеруден өту керек. Ноябрьге қоясыз, октябрьге сохранить етесіз. Осымен жоспарымыз аяқталды.